Кедейліктен шығудың нақты жолдары. Кедейлік тек ақша жетіспеу емес. Ол ойлау жүйесі, әдеттер, орта және шешімдердің нәтижесі. Көп адам менің жолым жоқ, маған мүмкіндік берілмеді деп ойлайды. Бірақ шындық кедейліктен шығуға болады. Бұл оңай емес, бірақ нақты қадамдармен мүмкін. Бірінші, ойлау жүйеңді өзгерту. Кедей адам көбіне сыртқы жағдайды кінәлайды. Бай адам жауапкершілікті өзіне алады. Егер сен мен істей аламын деп ойламасаң, ешқашан өзгеріс болмайды. Ойың өзгермей, өмірің өзгермейді. Сондықтан бірінші қадам өзіне сену және жауапкершілікті толық мойныңа алу. Екінші, нақты мақсат қою. Ақшаны көп болсын деп емес, нақты сандармен жоспарлау керек. Мысалы, 3 айда 500 теңге табамын деген сияқты. Мақсат нақты болса, ми да сол бағытта жұмыс істейді. Ал нақты емес мақсат тек арман болып қалады. Үшінші, жаңа дағдылар үйрену. Қазіргі заманда ақша, білім мен дағдыдан келеді. Тек диплом жеткіліксіз. Онлайн табыс, сату, маркетинг, дизайн, видео, монтаж, копирайтинг — бұлардың бәрі табыс көзі. Күн сайын 12 сағат жаңа нәрсе үйренсең, 6 айда өзіңді танымай қаласың. Төртінші, табыс көзін көбейту. Бір ғана жалақыға сену ең үлкен қателік. Қосымша табыс көзін ізде. Онлайн жұмыс, фриланс, шағын бизнес. Бастапқыда аз табыс болса да уақыт өте өседі. Ең бастысы бастау. Бесінші, шығынды бақылау. Көп адам ақша тапса да бәрін жұмсап қояды. Бұл кедейліктің басты себебі. Әр табыстың кем дегенде 20%-ын сақтауды әдетке айналдыр. Қажетсіз заттарға ақша жұмсама. Бай адам алдымен жинайды, сосын жұмсайды. Кедей адам керісінше істейді. Алтыншы, дұрыс орта. Сен кіммен араласасың, сен соған айналасың. Егер айналаңда тек шағым айтатын, дамымайтын адамдар болса, сен де солай боласың. Өсуді қалайтын, мақсаттары бар адамдармен аралас. Жетінші, тәртіп пен тұрақтылық. Көп адам бастайды, бірақ соңына дейін жеткізбейді. Нәтиже бір күнде келмейді. Бір айда да емес. Бірақ күн сайын әрекет етсең, бір жылда өмірің толық өзгереді. Тәртіп байлықтың негізі. Сегізінші, қорқынышты жеңу. Жаңа нәрсе бастау қорқынышты. Бірақ дәл сол қорқыныштың артында мүмкіндік тұр. Көп адам қорқып орында қалады. Ал батыл адам әрекет етеді және алға шығады. Тоғызыншы, уақытты дұрыс пайдалану. Уақыт ең қымбат ресурс. Оны бос видео, қажетсіз әңгімеге жұмсама. Күніңді жоспарла. Әр сағаттың құны бар екенін түсін. Оныншы, сабыр және ұзақ ойлау. Кедейліктен бір күнде шығу мүмкін емес. Бұл процесс. Бірақ дұрыс бағытта жүрсең, нәтиже міндетті түрде келеді. Ең бастысы тоқтамау. Қорытынды. Кедейлік үкім емес. Бұл уақытша жағдай. Егер сен ойыңды өзгертіп әрекет етсең, бәрі өзгереді. Бастысы бүгін бастау. Ертең емес. Дәл қазір. Өміріңді өзгерткің келсе әрекет ет. Себебі ешкім сенің орныңа сенің өміріңді өзгертпейді.